Бастаңғы. Бұл қазақтың көне дәстүрі. Егесі ұзаққа сапар шексе, жолдан аман оралсын деген ниетпен ауыл жастары осы шаңыраққа жиналған. Отанында қалған ұл қызын ойлап, басын ауыртпасын деп, бастаңғы ұйымдастырған. Ал жастар болса, отағасы жоқта ойын сауық жасап, бір-бірін көру мақсатында өнерпаздарды жинап, дастарханға қояр дәмдерінде ала келген. Соңымнан еріп, өкшемді басып келе жатырған міне шәкіртім отыр. Осы шәкіртімнің бір өнерін көруге қалай қарайсыздар? Ақиықта ақын мына бір аққу мойынды домбыраны сыйға тартқан болатын. Осыны бауырыма тарту жасасам ба деп тұрмын. Серлік етіп тапқан олжасын жас өнерпазға атаған ауыл ақынына үй егесі ризашылығын білдіріп, баутағар салтын жасаған. Баутағарға шапан, не болмаса бағалы сыйлық берген. Ал жастар жағы бастаңғының көркін қыздыру үшін ән айтыс жасаған. Осылай ән айтыс, күй тартыс ұйымдастырып, ауыл жастары түнді таңға жалғаған. Атадан қалған дәстүрді үзбей, әдептен аспай, орнымен ойнап күлген.